Енді міне біз үшінші бетке келдік. Үшінші бетте бірінші мынадан бастаймыз. Үстін бір рет басамыз. Ручканың үстін басамыз. Біз өзгертеміз. Қараңыз, 4 сурет тұр мына жерде. Сосын заголовок тұр, содан кейін описание тұр да. Енді қараңыз. Бірінші фотолардан бастаймыз. Бірінші фото, мысалға, өзіңіз алдын ала дайындап қойған баннерлерді қоясыз. Размерлерін қараңыз. Размерге байланысты болады. Мысалы, мен бірінші сайт не үшін қажет дегенді қойғым келеді. Екінші сайт кімдерге қажет дегенді қойғым келеді. Қараңыз. Мен алдын ала дайындап қойғам. Сайт жасау кімдерге арналады? Сайт жасаудың маңызы. Сіз өзіңіздің салаңызға байланысты жасайсыз. Міне сізге пайдасы. Одан кейінгі сурет. Пайдасын жаздық. Не үшін қажет екен жаздық. Ақпаратын жазу керек. Отзывты қою керек еді негізі. Тағы да біреу болса. Міне қойылды. Сайтқа қатысты мәліметтер дейміз. Ол бетіне бірінші тұратын мынау керек емес. Описаниясы керек емес, потому что біз суретте бәрін жазып қойдық. Міне. Сохранить и закрытьті басамыз. Міне қараңыз. Осылай әдемі болып тұру керек. Бір фонда алдын ала баннер жасап алыңыз. Өзіңіз. Мен сабақта баннер жасау сабағын бердім. Соған қарап жасасаңыз болады. Міне. Сайт не үшін қажет? Сайт курсы кімдерге арналады? Сайт жасаудың сізге пайдасы. Жерге тағы бір сурет қойып жерсек. Қойып жерек. Міне, мына жерге қарсын карусель. Міне, бүйтіп басып ауыса береді. Мысалы, сайтыңыздың түрлерін қойсаңыз болады да. Сайттың фотоларын қойсаңыз болады. Мен қазір қоймайым. Пока осылай тұра берсін. Дәл осылай жасап алыңыз. Одан кейін наши услуги дейді. Біздің так, не десем болады. X-ті басып қараңыз. Мына жерде үстін бір рет бассаңыз, ручка тұрады да. Ручканың үстіне, мысалы, шапка. Заголовкаға өзіңіз қалған нәрсені жазсаңыз болады. Не жазсам екен? Сайт деп жазайыншы. Одан кейін карточка дейді. Карточка бір. Так, мына жерге загрузить файл дейді. Өзіңіздің фотоңызды қоясыз. Үстін басып, міне, как обычно. Одан кейін мына жерге ссылка деген керек емес. Мына жерге, мысалы, бірінші услугаңыз қандай, мысалы, сабақты толық қарау, бірінші шарт, сабақты толық қарап шығу, екінші шарт тапсырманы уақытылы орындау. Мен бірінші сабақты толық орындау. Бірінші неміз біздің екінші шарт тапсырманы уақытылы орындау.
арқылы орындау. Ссылка керек емес. Үшінші карточка. Үшінші шарт. Өзіңіз қалаған нәрсені жазсаңыз болады. 4, 5, 6 керек емес, мынаның бәрі керек емес. Еще добавить элемент деген. Тағы да элементтер қосатын болсаңыз. Мысалы, мыналар керек емес. Керек еместерін осылай істеп тастайсыз. Өшіріп тастайсыз. Удалить деген басасыз да, өшіріп тастайсыз. Керек емес. Мысалы, мыналар 5-ші не страница. 4-ші страница керек емес. Даже 3-та керек емес. Сохранить и закрыть. Сайт. Бірінші шарт сабақ толық орындау, екінші шарт тапсырманы уақытылы орындау. Енді келесі бет. Келесі беттің үстін бір рет басамыз. Ручканың үстін басамыз. Әдеттегідей дәл осылай өзгертіп шығамыз. Бұл страница керек емес маған. Бұл жерде фоновое видео дейді. Фоновое видео өзіңіздің мысалы YouTube'ның несі, бұл WhatsApp'тық екен. YouTube'ның ссылкасына келіп қойсаңыз болады. Осы MP3, MP4 дегеннің үстіне қоясыз, басқаның үстіне қоймайсыз. Если қоятын болсаңыз. Бұл керек емес маған. Сол үшін мен бұны удалить тастаймын, үстін басам. Удалить басып тастаймын. Мына жерге тоже үстін бір рет басасыз. Ручканың үстін басасыз. Шапка, блоканы басасыз, мынаны басасыз. Деп өшіріп жаза бересіз. Бәрін өшіріп жаза беруге болады. Міне. Маған бұл керек емес. Клиенттеріңіздің отзывы болса, отзывда қоюға болады. Ручканың үстін басасыз. Качка. Мына жерге сөз жазбай-ақ клиенттің отзывын жазып қойса, суретін скриндап қойсаңыз болады. Допустим, загрузит. Қазір мен көрсете салайын біреуін. Міне. Кәне, бұл қалай болады екен? Думалақ болып көрініп қалды. Еш нәрсе қылмайды, осылай қоя беруге болады. Үстін басып, ручканың үстін басып. Сөздерді удалить тастауға болады. Міне, сізге қандай отзыв жазды, соны жазып қойсаңыз да болады астына. Жазбасаңыз да болады. Осылай. Отзыв. Енді келесі бет. Мына жерде email керек емес. Керек болса, дәл сол сияқты үстін басып өзгерте бересіз. Мысалға, наш контакты дейді.
мені мен байланыс тиісті басып номер WhatsApp деп қойсаңыз да болады. Енді мына жерде ручканың үстін басамыз да. Міне социальный сети, Facebook керек емес, Twitter керек емес, Instagram мен не керек? Instagramға ссылкасын қоясыз. YouTube. Instagram, YouTube сол екеуін ғана қоямын мен. Міне қазір ешқандай сет таңдамадық қою үшін. Жерге Instagram ссылкасын әкеліп қоясыз. Менікі WhatsApp. Міне үстін басасыз. Енді мынау не керек емес бұл. Мына жерге өзіңіз сөз жазып қойсаңыз да болады, мысалы. Қалаған сөздеріңізді. Не. Енді мынау опубликовать басасыз. Сохранить и продолжить.